саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Екеуіңіз ғана тұрдыңыз. Жарайды, қалғандар кіре берер, біз бастай берейік. Апай, біздің топтан Гүлзат кіре алмай жатырмын дейді. Интонология. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Бүгін өтетін сабағымыз интонология қазақ тіл білімінде зерттелуі деп аталады. Интонология деген ғылым, бұл әуентану ғылымы. Саламатсыздар. Азақ қой мына жерде. Қалғандарыңыз қайда? Қазір қосылып. Жарайды. Мен оқи берейін. Көрініп тұр ма сіздерге? Көрініп тұр ғой, экран. Гүлзат кірді, Гаухар кірді, Меруерт кірді, басқа ешкім кірмеді ма? 3 адам ба? 6 адам болу керек, мына практикант. 2 практикантпен 8 болу керек. 3 практикантпен 9 болу керек. Мені қосқанда 10. Сонымен интонологияның қазақ тіл білімінде зерттелуі деп аталады. Бүгінгі күнгі лекциямыз. Бұл 6-шы лекция. Интонацияның бірліктері бірінші сұрақ. 2-ші сұрақ қазақ тілінің интонемалары. 3-ші сұрақ интонацияның функциялары. 4-ші сұрақ интонацияның компоненттері деп аталады. Тіл жүйесінде ерекше деңгейі бар тәуелсіз құбылыс ретінде интонацияның өзіне ғана тиісті спецификалық мағынасына ие болатын бірліктері бар. Сондай-ақ олардың саны да белгілі бір мөлшерден аспайды. Олар кез келген тілден алынып, талдауға, зерттеуге келеді. Жалпы тіл білімінде олар әртүрлі аталып жүр. Оларды суперсегменттік фонема, интонациялық интонема, интонациялық морфема деген сияқты атаулармен атайды. Бұның әртүрлі аталу себебі интонацияның өз алдына деңгейі бар тәуелсіз құбылыс болғанымен, оның әртүрлі көрініс тауып әр тілде. Сол тілдердің сөйлем құрылысын, дәлірек айтсақ, сол тілдердегі форма мен мазмұн категорияларын мен тығыз байланысты болуында жатыр. Яғни бір сөзде форма және мазмұн деген болады. Формасы оның сыртқы формасы болса, яғни қанша дыбыстан тұратын, немесе ол жаңағы түбірі қайсы, жұрнағы қайсы деген мәселе болатын болса, ал мазмұны деген оның жаңағы лексикалық мағынасы, немесе оның беретін түсінігі, тұжырымы деген сөз. Енді осы жоғарыда келтірілген барлық жаңағы интонациялық интонема, суперсегменттік фонема, немесе интонациялық морфема деген 3-4 түрлі атаудың барлығын бір ғана жаңағы интонема деген атаумен атауға болады. Енді осы фонема мен интонеманың арасындағы принциптік айырмашылық деген мәселе бар. Ол принциптік айырмашылығы фонемаға қарағанда интонеманың деңгейі жоғары. Өйткені ол
жаңағы фонема таңба емес, оның бір-ақ қыры формасы болатын болса, ал мазмұны жоқ фонема деген, не? Ал интонеманың ол таңба. Интонема таңба болғандықтан, оның формасы да, мазмұны да бар. Яғни фонема мен интонеманың айырмашылығы. Кешіріңіз апай, саламатсыз ба? Ау. Әсемді қосып жібересіз апай? Кіре алмай тұрмын дейді. Әсемді қосып жібересіз ба? Жақсы, рахмет. Кешіріңіз. Кім шықса, мен қосып отырамын. Сонда жаңағы мен айтайын деп тұрғаным, философиядағы бір ғана сөздің, немесе бір заттың категориялық атаулары, формасы және мазмұнына тиісті болса, осы тұрғыдан фонема мен интонемада айырмашылық бар екен. Яғни фонеманың мазмұны жоқ, ал интонемада екеуі де бар. Енді интонеманы морфема немесе сөзбен салыстыруға болады. Неге? Себебі сөйлемнің барлық түрлерінде белгілі бір интонема өзіндік орны, атқаратын қызметі бар болып тұрады. Сөйлемнің қай-қайсысы болса да интонемасы сомдала алмайды. Олардың әрқайсысының өзіне тән интонациясы болады. Сол интонациясын біз интонема деп айтамыз. Қандай тілде болсын, сөйлеушінің жадында сол тілдің негізгі интонемалары сақталып, сөйлеуінде ол оған эталон болып саналады. Мысалы, белгілі бір адамдармен сөйлескен кезінде сен былай сөйлеме, былай сөйле деп ылғи да сен қарым-қатынасқа түскен сайын жаңағы сөйлеуіңді жөндейді. Сол жөнделген сайын сен сөйлесудің нағыз жаңағы эталонын өзіңе сіңіресің. Әрине оны арнайы былай сөйлеме, былай сөйле деген сияқты жаңа ескертпелермен жасалмаса да, кітапты оқу барысында немесе бір әңгіме, рухани дүниелерді тыңдау барысында адамның сөйлесу эталоны қалыптасады. Сөйлесу эталоны дұрыс қалыптасқан адамдар интонемаларды, негізгі тілдегі интонемасын дұрыс сақтап сөйлей алады. Ал оның дұрыс қалыптаспаған жағдайында ол әртүрлі кедергілерге ұшырайды. Әсіресе әртүрлі тілдердің ықпалында кеткен тұлғалар қазіргі кезде интонеманы дұрыс қолданбайды. Интонема фонемалар сияқты просодикалық өлшемдердің, ерекшеліктердің варианттарынан көрініс береді. Ал бірақ ол варианттардың қай-қайсысын қолдану, қолданбау, ол сөйлеушінің тікелей мақсаты мен ерік-жігеріне байланысты. Интонеманың тағы да бір айтатын дүниесі, интонема, фонема сияқты дифференциациялау қасиеті болғандықтан, бір нәрсені жаңағы ажырату немесе бір нәрсені қосарландыру, көбейту, біріктіру деген сияқты қасиетке ие болғандықтан, осындай қасиетке ие болғандықтан негізгі қызметі сөйлемдерді ажырату болып саналады. Яғни дифференциация дегеннің өзі бір затты екінші бір заттан ажырату, немесе бір заттың, немесе дифференциация народов дейміз ғой, түркі халықтарында дифференциациялау кезеңі болды деп. Сол кезде жаңағы қарлықтарға бірікті, ұйғыр мен өзбек, тағы басқа деген сияқты осындай ажырату процесін дифференциациялау дейді. Интонема сонда сөйлемдегі әрбір сөйлем мүшесінің бір-бірінен ажырап тұруына тікелей әсер етеді. Енді бейтаныс тілдердің сөзін түсінбегеннен, оның интонемасын аңғарған адам, ол тілдің интонациясының, әуенінің ерекшеліктерін байқайды. Яғни, мысалы, ағылшын тілін қазір сөз қылып жүрген Дмитрий Петров деген москвалық керемет не бар, полиглот бар. Сол полиглоттың сабақтарында ол жаңағы 16 сағатта ағылшын тілін, 16 сағатта испан тілін, 16 сағатта итальян тілін, қытай тілін, дүние жүзіне танымал 6 тілді түгел үйретіп шығады.
сол әрқайсысына 16 сағат арнайды. Енді осы кісінің жаңа методикасында негіз болып тұрған комбинаторика деген мәселе, әдіс. Комбинаторика дегені жаңағы құрылысы. Бір жаңағы қалай сөйлейді, біз көбінесе ағылшын тілін үйренген кезде жаңағы оның алдындағы артиклдарынан шатасамыз, предлогтарынан шатасамыз. Сол предлогтың қай уақытта былай қойылады, қай уақытта мынаны қосасың, мынаны қоспайсың деген сияқты түрлерін үйретіп, сол сөз формаларды жаттап алған жағдайда сен ағылшын тілінің комбинаторикасын меңгересің деп түсіндіреді. Осы кісінің комбинаторикасы арқылы ол 3,5 айдың ішінде Қытайдың жаңағы қазіргі уақытта 2000 иероглифті жаза алсаң, айта алсаң, онда сен Қытай тілін білесің деп айтады ғой. Біздер студент кезімізде 7000 иероглифін білсең, онда сөйлеп кетесің деп айтатын, бірақ көпшілігі Қытайдың өзіне барса да жаңағы нені меңгермейтін, иероглифті жаттап алады, сосын кішкене жасы өзгеріп, немесе өзінің араласатын адамдары, қарым-қатынас жасайтын ортасы өзгерген кезде ол тілді ұмытып қалатын. Ол тек қана Қытай тілі емес, енді ең күрделісі Қытай тілі болғасын мен айтып отырмын. Сонда сол 7000 тілдің 7000 иероглифті үйрену, сол біз студент күнімізде айтып жүретін, қатар оқитын адамдар. Әрине ол кезде өте енді бір 1000-нан бірі деп Қытайға баратын еді, көп бармайтын. Рұқсат болмайтын екен. Ал қазір мүмкіндік өте көп, дистанционныймен тем более көп. Енді одан кейінгі 2000 жылдарда, 2000-нің аяғына қарай жаңағы 2010 жылға дейін 4000 иероглиф білген адам Қытай тілін жақсы біледі деп есептеледі деп айтады. Бірақ ол 7000-ді білсең де, 4000-ді білсең де, дәл қазіргі күнгі 2000 иероглифті меңгерген адам Қытай тілін меңгерді деп есептейміз деп отыр ол қазір. Осы 2000-ді білсең де, сен сөйлеп кетуің екталай. Сөйлеп кету негізі интонемаға байланысты. Сөйлеп кету ол сол комбинаторикаға байланысты, немесе тек қана интонема емес, интонема соның бір негізгі бөлшегі болады. Сонда жаңағы әуенін тану сол тілдің. Әуенін тану арқылы, оны қайталау арқылы, сен оның дыбыстық жаңағы несіне кіресің, әуеніне кіресің да, сөйтіп ырғағын меңгерген кезде барып интонемасын меңгердім деп айта аласың. Бұл әрине синтаксистік құрылысты меңгеру үшін, сөйлемдердің мағынасын дұрыс түсіну үшін өте қажет. Қазіргі уақытта сол синтагма деген тұрғыдан қаралып жүр. Синтагмалық қатынас деп айтамыз. Сөздердің бір-бірімен синтагмалық қатынаста тұруы. Жаңағы бірін-бірі іздеп тұруы, бірінсіз бірінің жаңағы түсіп қалған жағдайда оны іздеп тұруы деген сияқты. Бастауыштың қасында тұратын нәрселері, баяндауыштың қасында тұратыны, осының барлығы сөйлемнің бүтіндігін әрі түсініктілігіне алып келеді. Сондықтан соның бір бөлшегі жаңағы интонема деп айтамыз. Қазақ тілінде 8 түрлі жаңағы интонема бар. Оны дәлелдеген ғалым Зейнеп Базарбаева. Зейнеп Базарбаеваның сабағында 8 түрлі интонеманы, кітабынан 8 түрлі интонеманы тауып келесіздер. Енді тапсырма сондай. Келесі лекцияда айтасыздар сосын. Семинарда. 8 инвариант интонеманың бірнеше варианты болып табылуы, бұл бүкіл қазақ тілінде неше түрлі мазмұнды көрсететін, әртүрлі үлкенді, кішілі, жаңағы біз форма болады, және мазмұн болады дедік қой. Соның мазмұнын ашатын 8 түрлі инвариант интонема бар екенін дәлелденген. Енді бұнда үлкенді, кішілі, жай күрделі, көп компонентті құрылымдардың интонациясы деп айтады.
Енді осының бірнешеуіне тоқталатын болсақ, бірінші екі тональды деңгейден тондық деңгейден асатын, ой аяқталмағанын білдіретін тиянақсыз интонема. Яғни жоғары көтерілетін тоналды сызықпен немесе орташа тональды диапазонмен ерекшеленеді. Бұнда мағына жағынан тиянақсыз интонема. Бірінші мүшесі екіншісіне қарсылас екі мүшелі жай сөйлемдер. Немесе құрмалас сөйлемдер. Сөйлем басында тұратын оқшау сегменттер. Және бірыңғай мүшелердің аяқталмағанын білдіреді. Бұл интонеманың варианттары. Үшінші немесе төртінші деңгейге дейін көтерілетін дөңес ойыс сызықтар тональды контурмен белгіленген. Яғни, бұл жерде не айтып тұр? Бұл жаңағы дыбыстың созылыңқы айтылып, белгілі бір тонмен айтылуы. Жаңағы, мысалы, екінші тональды деңгей дегеннің өзі дауыстың көтеріңкі айтуы, дауыстың бір жерде пас түсіп кетуі, немесе жаңағы ең соңында сөйлемнің ең соңына барған кезде егер сұраулы сөйлем болса, дауыстың бірден интонацияның өзгеріп, сұраулы сұрақтарды солай айтылуы. Осы интонеманың осындай дөңес сызықтарын анықтау арқылы, немесе жаңағы сызып көрсету арқылы ғылыми кәдімгі үлкен эксперименттік фонетикада жұмыстар жасалып отыр қазір. Оны жалғастырушы адамдар бар, тек Зейнеп Базарбаеваның идеясын жалғастырушы, оның шәкірті Жанар Жұмабаева. Ол Орхон-Енисей ескерткіштеріндегі сөйлемдерді жинап алып, оның алдында жаңағы сөйлемдер жинақталды ғой, сөйлемдердің қандай жай сөйлем, құрмалас сөйлем, тағы қандай сөйлемдер бар екені, ол Орынбай Бекжан Үбірі Орынбай деген кісі жаңағы ашқан болатын оны алдында. Енді 93-ші жылдары қорғаған болатын соны. Енді Жанардың алғаны тура сол жаңағы дайын, аударылған, транскрипция жасалған, тікелей ескерткіштің өзінен алынған Аманжоловтың шәкірті Орынбай ағаның жаңа сөйлемдерін алады да, сол сөйлемдерді енді тоникалық жағынан интонемасы қандай, интонациясы қалай айтылуы мүмкін, сол арқылы сол Орхон-Енисей кезеңінде адамдар, немесе түркі халқы, көне түркі халқы қалай сөйледі, қандай нәрсеге мән берді, қандай нәрсені ерекшеледі деген мағынада жұмысын жасады. Енді бұл жерде жаңағы осы үшеуі ғана беріліп тұр, лекцияда көріп отырғандарыңдай. Бұны мен негізінде өзім тікелей сөйлеумен айналыспағаннан кейін өзім сондай бір түсінбеймін интонеманың жағдайын. Себебі оның бір өзінің суреттері бар, дауыс шымылдығы бар ғой, жаңағы анау немізде тұратын. Кіші тіл деп айтады ғой, сол кіші тілдің көтерілуі, түсуі, оның жартылай тұруы деген сияқты түрлі формалары бар. Мен енді өзім тікелей фонетист болмағандықтан ондай жаңағы нәзік тұстарын үйретпеймін де, және оны сұраққа да қоспаймын. Сондықтан бұл жерде ол қажет деп ойламайды. Енді екпін. Жаңа біз интонемаға, яғни оны зерттейтін ғылым интонологияға тоқталдық. Енді екпінге тоқталамыз. Екпіннің лингвистикалық атауы акцентология. Акцентология дегенде екпіннің түрлері мен оның ерекшелігі, екінші ой екпіні, үшінші сөз екпіні. Жалпы біз 4 түрлі екпін бар екен білеміз ғой. Сол жаңағы тіркес екпіні бар мынаның қасында тағы да. Сонда жаңағы сөйлеудің белгілі бір нормасы сақталу үшін екпін қажет. Әрине біздің тілде дәл қазір Әлімхан Жүнісбектің теориясы бойынша екпін мүлде жоқ дейді. Себебі біздің екпіннің орны белгілі.
сөз болса, онда сөздің соңғы буынында тұрады. Егер сөз тіркесі болса, онда сөз тіркесінің екінші сөздің соңғы буынында тұрады. Егер сөйлем болса, ол сол сөйлемнің анау соң жағында жаңағы баяндауыштың соңғы буынында тұрады. Сондықтан сөздің соңында тұратын орны белгілі, сөздің құрамында да белгілі болғандықтан, тіпті сөйлемде де белгілі болғандықтан, біз сөздің орнын тұрақты болғандықтан, жалпы осы акцентология немесе акцентуация ғылымы бізде жаңағы орыстың кириллицасын, мына өзіміздің қазіргі күнгі қолданып отырған алфавитіміздің бір жақсылығынан, жаңағы сол алфавиттегі енген бөтен сөздердің жағдайын жасау үшін болғандығын қазір дәлелдеп айтып отыр Әлімхан ағай. Сондықтан бұл екпін деген нәрсе қазақ тілінде бар, бұндайда сондай деудің қажеті жоқ. Қазір ол категория деп шетелдік басқа әлем тілдерінде алынып, ал қазақ тілінде немесе түркі тілдерінде екпін деген нәрсе алынып тасталып жатыр. Себебі екпіннің орны тұрақты, оны жаңағы мәселе қараудың қажеті жоқ деген сияқты. Дегенмен осы кириллицамен әлі жұмыс істеп жатқандықтан, және болашақта сіздер мұғалім болып сол екпінді балаға үйрететіндіктен, біз осы екпінге арнайы бір лекция арнадық. Екпінде бір тілде сөйлейтін халықтың бәріне бірдей ортақ қалыптасқан құбылыс, яғни бір тілде сөйлейтін этностың тілінде екпін қандай орын алады, қандай сөзде қалай өзгереді, соны сол халықтың сөйлеу тілінен тауып алуға болады. Орыстың замық немесе замок, немесе мука, немесе мука деген сияқты сөздері бұл екпіннің арқасында жаңа семантикаға ие болып тұр. Ал қазақ тілінде ондай жаңа семантикалық құрылым жасауға ешқандай да күші жетпейді. Ол тек қана дауыстың бір көтеріңкі айтылуын білдіреді. Сондықтан да бұған қатты көңіл бөлінбей тұрған содан. Адам сөйлеп тұрған кезде сөйлемнің ішінде орналасқан сөздердің буындары, дыбыстары, немесе жеке сөздері біркелкі айтылмайды. Кейбір жері көтеріңкі айтылады. Сол жаңағы екпін түскен сөз көтеріңкі айтылады. Бір сөзі қалған сөзге немесе сөз тіркестеріне бір буын басқа буынға, бір дыбысы бар дыбыстарға қарағанда күшті көтеріңкі айқын басым айтылады да, сол қалған сөздер не буындар, не дыбыстар бәсең, кейде тіпті күңгірт те айтылуы мүмкін. Әрине, ол біздің сөздің салты деп айтамыз. Сөздің айтылуының мағынасына, сөз ішінде дыбыстардың сапасына екпіннің тигізетін әсері өте жоғары. Сондықтан екпін жаңағы бізде тіл салаларының бәріне қатысты деп айтамыз, және оның түрлерін айтамыз. Енді екпін категориясын жаңағы орыстан алып сөз екпіні, ой екпіні, тіркес екпіні, көңіл күй екпіні деген сияқтандырып бөліп қойғанбыз. Яғни 4 түрге бөлінеді. Енді ол жаңағы екпінді арнайы осы категория деп қарамай-ақ, адамның жаңағы ренжігені, немесе риза болып отырғаны, немесе көңіл күйінің қандай күйде тұрғаны ол белгілі. Сондықтан бұған тіреліп тұрған ештеңе жоқ деп айтып жатқаным содан. Енді ой екпінінің жаңағы лингвистикалық атауы келген кезде біз ой екпіні деп қазақша лингвистикалық атаумен атаймыз да, жалпы ғылымда басқа тілдерде логикалық екпін деген аты бар екенін білсеңіздер болды. Енді логикалық екпіннің жаңа эмфазалық екпіннен айырмашылығы не, немесе тіркес екпіні деген не деген сияқты тұрғыдан келетін болсақ, онда бұлардың әрқайсының жаңағы жағдайын қарап шығамыз. Бұнда бұл лекция енді бізде универ жүйесінде тікелей тұр ғой, өздеріңіз қарап шығасыздар бұны. Жаңағы интониманың Зейнеп Базарбаева ұсынған 8 жағдайын қарап шығасыздар, содан кейін екпіннің осы 4 түрін қарайсыздар. Сол арқылы семинарды орындайсыздар.
осы сабақта. Енді музыкалық екпін дейді, лебізді екпін деген сияқты түрлері бар. Жалпы тоникалық екпін немесе музыкалық екпін деген мына дыбыс тоны жоғары, мына тонмен сөйлейтін Қытай тілінде сөз екпініндегі тоникалық екпін деп айтамыз. Бізде мысалы Потаниннің айтуы бойынша жаңағы бүкіл дала ән салып тұрған сияқты бір қазақ сөйлесе, ол жаңа міндетті түрде ұйқаспен сөйлейді. Оның жаңағы сөзінің өзі төгіліп тұрған бір жыр сияқты деген сияқты керемет теңеулері бар ғой, Потаниннің алғаш біздің даламызға келген кездегі теңеуі. Сондай сияқты үлкен ғалымдардың жаңағы ерекше бірінші первое впечатление, встреча с языком дейтін орыстар. Сонда сол тілмен бірінші тілдің өзінің тікелей өз тұлғасы немесе этносы халқының арасында жүрген кезде оның жаңағы жағдайын байқауы негізі көбінесе осы екпініне байланысты байқалады. Бірақ екпіннің жаңа ерекшелігі бір буынды көтеріп айту, бірақ оны біз сөз салты ретінде де жаңағы осылай сөйлейді ол кісі, соған акцент беріп сөйлейді деп айтамыз ғой негізі. Акцентуация болып тұрғаны содан. Бірақ жаңа мағына жасамағандықтан оны негізгі нәрсе деп қараудың қажеті жоқ деп ойлаймыз. Лебізді екпін мысалы мына экспираторлық деп жазылып тұр мына жерде. Енді ол қандай түрін айтсаң да, бұл ненің екпіннің, оның барлығы біздің тілімізде орнығып қалған дүниелерді бір бұлжып, жылжып бір жаққа кетіп қалмайды. Себебі біздің тіліміз, өздеріңіз жақсы білесіздер, жаңағы ғасырлар бойы ауызекі сөйлеу нәтижесінде дамыған тіл, әбден жаңа өзінің шеберлігінен әрі талай жаңағы тілге көңіл бөлген, сөздің жүйесін ұққан адамдардың шеберханасынан шыққан сөздер, сөз салттары, сондай дайын күйінде ұрпақтан ұрпаққа келе жатқан үлкен мәдениет немесе үлкен жаңағы этностық бір қасиет. Сол қасиетті ұғынған адам, соны байқаған адам, ол жаңағы мына орыстардың екпінді былай бөлесің, солай бөлесің деп құйғытып неше түрліге бөліп, оны қарастырып, сұмдық ғылым жасап атқанындай жағдайға жеткізудің қажеті жоқ. Ол біздің жаңағы қанымызға дейін сіңіп кеткен жағдайлар ғой. Енді көркем сөйлеу, әдемі сөйлеу немесе жаңағы белгілі бір мақсатты сөйлеу деген сияқты сөйлеудің түрлерін меңгерген кезде бұл жаңағы бір екпінге күніміз қарап қалады деп ойламаймын. Сондықтан да бұны ғалымдар жаңағы акцентуация есть, но біз үшін ол сондай бір роль атқармайды деп айтатыны, ол ешқандай да сөзіміздің семантикасын кеңейтпесе, сөзіміздің лексикалық қорының көбеюіне әсер етпесе, бір сөзді екі түрлі екпінмен айтып, екі түрлі заттың аты деп айту, ол орысқа тән нәрсе. Сондықтан бұл жерде біз бұған не нуждаемся деген сияқты. Дүние жүзінде білесіздер, лексикалық қоры жағынан біз 10-шы орында тұрған тіліміз. 10-шы орында тұру деген 5661 тілдің ішінде 5-ші орында тұру деген ол үлкен нәрсе. 10-шы орында тұру. Ал енді тілді қолдану, әр салада қолдана алу деген нәрседен біз 70-ші орында тұрмыз. Тіліміз 70-ші орында тұрғанын арнайы зерттеген ғалым бар, социолингвист Бақытжан Қасанұлы. Сол кісінің айтуы бойынша, соның пікіріне сүйеніп айтып отырмын мен. Сонымен бізде неше адам қатысты сабағымызға? Қожағұлова Меруерт, Гүлзат, сосын Сыздықова Гаухар. Қалғандары қайда сонда?
анау 4 группа, екі ақ бала тұратын группада бір ер бала бар еді, ол Фарқат, Айжан. Солар кірмеді ғой, екеуі де 2 жылдықтар. Сіздер 3 жылдықтарсыздар ма? Доттың? Жоқ, 2 жыл Гауһардың группасы. Гауһарсыз 2 жылсыз. Сонда қалай топтастырған? Менде 4 адам бөлек тұр, 2 адам бөлек тұр. Жаңа қыз бен ұл бөлек тұр менде. Олар ылғи жаңағы несін жазады, жұмыстарын жазып жіберіп отыр, бірақ өздері лекцияға кірмейді. Жаңағы сіз дот деген топқа жаздыңыз ғой, сол жерде біз бәріміз бармыз. Біз 4 қыз. Дауысыңыз естіліп жатқан жоқ ма? Алло, естіліп жатыр ма енді? Кешегі күні жиналыс болып, сонда айтылды, дотқа кірмеген балаға 0 қоясыздар деп. Лекцияға кірмесеңіздер, біз 0 қоюға тура келеді. Мысалы, дәл қазір мен белгілеп алайын фамилияларыңызды. Сыздықова кіріп отыр. Сосын Гүлзат деген кім? Набиева Гүлзат, Набиева. Набиева Гүлзат. Қайта сен Гүлзат кіре алмаймын деп жазып едің ғой. Кіріп отырсың. Сыздықова Гаухар. Сосын Меруерт фамилияңыз қалай еді? Кожагулова. 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 Жаздым. Кім? Үш-ақ бала, енді мен негізі 4 бала неде бар? 4 студент. 3 жылдық деп ойлап жүрдім, білмеймін әйтеуір. Дот деп бөлек келеді ғой. Дистанционный деп. Бірінші курстары ғой, Иә. Енді бұл жерде жаңағы дәл осы мына 2 магистранттарыма айтып атқаным ғой. Бейғазат кірмеді ма? Сіздердің қастарыңызда Бейғазат бар екен. Жоқ, келесі жолы кіремін деді апай. Қазір кіре алмайсыздар. Біз былай беріп жатырмыз да, мынау дайын несі слайды болса слайдын көрсетеміз, слайды жоқ болса лекцияны көрсетеміз. Осылай демонстрация жасап. Содан кейін мына жерде байқасаңдар, жаңағы не бар? Міндетті түрде жасайтын демонстрацияны тоқтатып қазір көрсетейін. Запись бар, міне, запись деп тұр ғой. Запись жасаймыз, сосын кейін сол запись біткен кезде мына жерде өзі менде негізі Zoom-ды универ жүйеммен бірге жасап берді, жазда біз цифровой обучение жасадық қой. Сол кезде маған осылай жасап берген Zoom-ды тіркеп 40 минутқа сыйдырып, 40 минуттан асса бұл не екен, жаңа платный болып кетеді екен. Сосын соған байланысты осылай жаңағы 40 минутты толтырып лекциямызды оқимыз. Содан кейін бұны бірден жаңағы Zoom-ның ішінде мына жақта, енді мектепте жүрсіңдер ма екеуіңіз? Назерке, Асем? Жоқ, қашықтан отыр. Мектепте жүрсеңіздер, өздеріңізде Zoom-мен жұмыс істеп көрген шығарсыздар? Иә. Иә. Сол Zoom-ның жаңағы осы компьютердің ішінде бір жеріне жаңағы... Иә, запись бар екен білеміз. Бірақ ана телефонда жоқ, запись. Ау? Телефонмен өткенде запись жасалмайды, тек ноутбукпен жасалып көрген. Жасалады. Бар. Телефонда да запись жасалады. Сөйтіп запись жасап, содан кейін барып, келесі жол сіздер енді бір сабаққа ғана дайындалыңыздар. Мен ойлаймын, сіздер енді түркологиядан жазып атқан магистранттарсыздар ғой. Сондықтан түркі тануға кіріспе деген сабағым бар вторник күні. Сол келесі сейсенбіге біреуіңіз лекцияға, біреуіңіз практикаға дайындалсаңыздар. Маған кім... Жақсы апай. Ана кім, Әсемге мен айттым, мен балаларымды қоспадыңыз универ жүйеме, олар УМКД-ны мен енді өзім лично лақтырам ба, қалай бәрімен танысу керек қой деп.
қалай жұмыс істеп отырғанын. Сөйтсем, ол кісі айтады, бір бұйрық шығу керек, сол бұйрық келмей жатыр дейді, карьера бөлімінен. Практикаға мұғалімге мынау бөлінді деген сол бұйрық келсе, мен жаңа универ жүйесіне тіркеймін дейді. Сіздер маған тіркелген кезде уже мен сіздерге баға қоя бастаймын да, ол келесі аптаға дейін ол мәселе шешілетін шығар деп ойлаймын. Сол кезде жаңағы слайдпен жақсылап дайындалып, мен алдын ала сіздерге жазып жіберем пошталарыңызға, иә? Сосын міндетті түрде осы сіздердің өткізген сабақтарыңызды менің YouTube желісіме тура осы сабақты ғана салып жатқан жер ғой, сол жерге қоямыз. Ол универге де бәріне көрініп тұрады. Жалпы көпшілікке қолжетімді. Ал енді мынау тыңдап отырған студенттерім бар ғой, сіздер соның жаңағы записін қарап отырыңыздар және подписация етіп қойсаңыз, келесі лекцияда түсіп тұрады да сіздерге. Менің бүкіл сабақтарым бәрінің несі 40 минут болсын, 30 минут болсын, одан да аз болуы мүмкін кей жағдайларда. Сондай жаңағы сабақтардың барлығының үлгісі сол жерде тұрады. Соны енді мен сіздерге YouTube желісін қазір үйретемін. Қазір мына шығамыздағын қайтадан кіреміз. 3 минут қалды ғой. Сосын айтып отырмын. Демонстрация жасап көрсетем, ана YouTube желісіне қалай қоятынын ше. Оны или мектепте істеп жүрсіздер ма? Жоқ, YouTube-қа салып жүрген жоқпыз. Жоқ, біз де білмейміз. Жақсы бір сабақты мысалы жасасаңыздар да, мына студенттер сіздерге де бұл қатысты. Мысалы, жақсы семинарды дайындап келсеңіз, соны апай мен жеке өзім өткізем бүгін десеңіз, мен 10 минут, 20 минут записімен қосып берем. Сосын YouTube желісіне біздің студент деп салып қоям. А магистранттар сіздер бір түркітануға кіріспеден, жаңа бір практика, бір лекциядан өткізсеңіздер, соны қойып қоямыз. Сонда жаңағы әрі электронды варианты тұрады, әрі универ жүйесінде сіздің жұмысыңыз көрініп тұрады да. Практикадан өткен кезде не істегеніңіз. Ал студенттерге енді сіздерге оқыту әдістемесі деген жоқ қой, тек қана немене ғой, коммуникация деп тұрма тағы да. Сабақтың аты қалай еді өз? Функционалды фонетика ма? Студенттерім. Гүлзат, Гаухар. Қалай аталады сабағымыз? Кәдір апай. Нагрузкада ФФ деп бере сағанда маған? Силабус. Ау? Қазақ тілінің фонетикасы және коммуникативті аспектіде меңгерту. Оқыту бар ма? Оқыту жоқ, меңгерту тек. Оқыту жоқ. Естілмейді. Меңгеру. Меңгеру деп тұр ма? Қазақ тілінің фонетикасы және... Аты бір түрлі, неше түрлі сабақ беріп атырмыз қазір, шыны керек. Ана мектепке икемделеміз деген проекті ғой бұл. Мектептің не өтеді соған Қазақ тілінің фонетикасы және коммуникативтік аспектіде меңгерту. Коммуникативтік аспектілерді меңгерту. Мейлі енді қандай болсын, фонетиканың ең бастысы теориясын біліп алсаңыздар, сосын ар жағында оны қалай меңгертуді бір әдістен көрсетсеңіздер болды ғой. Мектепте жүрген болсаңыздар, сіздерге де оңай болады. Мына әдіспен, мысалы, энтониманы оқытам, мына әдіспен буынды оқытам деп жасап келсеңіздер, сол слайдты мен қосып бере алам практикада да, практикалық сабақта, семинарда. Қазір бізде екінші сабақ семинар ғой. Сіздерде уақыт бар ма кіретін? Кім? Назерке, Асем? Біз мектепте неміз бар еді. Қыз келесіз. Негізден жаңа YouTube-қа салуды примерно білем апай. Жаңа бірінші осы Zoom-дан сақтап аламыз, я? Өтілген сабақты. Сосын сақталып болғаннан соң кәдімгі YouTube-қа саламыз болды ғой, я? Иә, YouTube-қа өзің канал ашасың. Менде бар ондай.